Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай чебурекидің ең оңай түрін көрсеткім келеді. Пісірейін деп жатырмын, менімен бірге болыңыздар. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетсеңіздер деген өтінішім бар. Міне осындай керемет чебуреки, мен бұны соғымның шек қарынынан жасайын деп жатырмын. Жақсылап пісіріп алдым. Қарынның ішіндегі бір бездері болады, сондай жерлерін бәрін алып тастадым. Жүрегін қостым, бүйрегін қостым. Осындай қарны, жүрегі, бүйрегі, өкпесімен міне тартып алдым оны мен. Ет тартқыштан өткізіп алдым. Енді бұған дәмдеуштерін салатын боламыз. Ол үшін татымына қарай қара бұрыш алып жатырмын, және мен 4 орташа пияз алып өткізіп жіберген болатынмын. Сарымсақтың уақталған түрі, онда 1 қасықтан татымына қарата деп салып жатырмын. Енді бәрін жақсылап араластырып аламыз да. Содан кейін жұмысымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Енді мен көз мөлшерімен ғана ұн алдым. Ұнымды есептеген жоқпын. Кәдімгі асқа нан илейтіндей ұқсап нан илеп аламыз. Ол үшін біразғантай ғана тұз қосып жібердім, және су. Тұз бен судан басқа ештеңе де қоспаймыз. Жақсылап нан илеп аламыз. Одан кейін оны жақсылап ысатын боламыз. Құрметті менің оқырмандарым, менің арнамда түрлі тағамдардың рецептлары өте көп екенін естеріңізге сала кеткім келеді. Ұлттық тағамдар, ыссы тағамдар, кешкі ас, нан, түрлі тоқаштар, түрлі заманауи салаттар, небір рецептлер бар, кіріп қарауларыңызға болады. Мен күнбе-күн жаңа рецепттермен бөлісіп отырам. Өзімнің бос уақыттағы хоббиім деп айтуға болады. Сондықтан да тек қана өзім ғана жасап қоймай, өзгелермен де бөлісуді жөн көріп, осы каналымды ашып отырмын. Арнаға қолдау танытып, лайк, комментарий жазып, қолдап отырсаңыздар деген өтінішім бар. Арнаға тіркеліңіздер, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің әрбір күнбе-күн шығарылатын шығарылымды көріп отырасыздар дегім келеді. Міне менің наным осындай болып басылды. Қамырды жақсылап басып алдым. Енді тындыруға қойып қоямды. Бір 5-10 минут басқа бір шаруаларым жасап келгенше менің наным әзір тұрады. Міне өзі тынығып керемет болып тұр екен. Оны 2-ге бөліп алдым. Енді онысыны ет жайғандай қылып, асқа нан жайғандай қылып ысып алатын боламыз. Менде 2 үлкен нан шықты. Мен оның біреуін осы чебурекиге пайдаланамын да, екіншісін асып атқан жаңағы асыма ысып салатын болам. 2 қоянды бір атып жатырмын десем де болады. Осы бір үлкен нанның өзінен бір тойымды чебуреки шығады. 16-17 штугы шықты менде. Міне осылай нанымды ысып алдым. Енді ас қасықпенен ішіндегі жаңағы етімізді мол қылып, осылай қылып саламыз. Міне жаңағы етіміздің фаршының үстінен нанымызды жабамыз да, содан кейін оны әртүрлі фигурада кесетін боламыз. Осындай фигуралар жасауға болады. Не болмаса кәдімгідей самсаның формасын шығаруға болады. Не болмаса 4 бұрышты қылып салуға болады. Міне осылайша жұмысымызды жалғастыра береміз. Негізінде ең бірінші шетіне, нанның шеті
не бір үшеуін жасаймын, өйткені ол жер жаңа дөңгелектеу домалақтау болып келеді ғой, сондықтан келесіне 4-5 чебуреки жасай беруге болады. Міне осындай ешқандай ат-құт қалмайды. Енді кішкене кесінділерін нанның оны майдың соңынан қуырып жібереміз. Міне осындайда фигура шығаруға болады. Міне осындайлар. Өстіп оп-оңай ән сағатта әзір тұрған фаршыңыз болса, өстіп бір нанды жайып, шайға ысылай чебуреки пісе салуға болады. Міне менде осындай чебурекилар шықты. Енді оны қайнап тұрған майға тек екі жағынан 1-2 минуттан пісіріп аламыз, өйткені біздің фаршымыз піскен, ол піспей қалады деп қорықпаймыз. Осындай жұмсақ, дәп-дәмді керемет чебурекилер бізде пайда болады. Кішкене қызартып та алуларыңызға болады. Екі жағын мен кезекпе-кезек қарып алам. Міне осылай екі жағын кезекпе-кезек, егер ақшыл деп өзіңіз кішкене сенімсіздеу болсаңыз, қайтадан екінші жағын қызартып алуға болады. Міне осындай керемет болып, воздушный болып піседі. Осылайша пісіріп аламыз барлық чебурекиімізді. Қол жетімді, әрі дәмді, оңай, уақытыңыз көп кетпейді. Енді қыстайғы соғымның шек-қарын осылай жайлап пісіріп берулеріңізге болады. Міне менде осыншама шықты. Чебурекиларымыз әлі өте ыссы, қол күйдіріп бара жатыр. Енді ішін ашып көрсетейін. Наны жұқа, ішінде осындай фаршы мол болады. Және жаңа шет жағындағы қалған кесінділерінде осындай етіп қуырып алуға болады. Осымен мен өзімнің бейне жазбамды аяқтаймын. Келесі менің арнамда кездескенше.